Асықпай ыдыстарымды жуып жүрсем, қайнағам шақырып алып ұрсып жатыр ғой маған. Сен келін соңғы күндер еркелеп кеттің, блогер болам дедің де, бізге не торт пісірмейсің, не тәттілер пісірмейсің, не болған саған? Бүгін маған торт пісіріп бер деп ренжіп, ашуланды. Ойбай, қайнаға ренжімеңізші, ашуыңызды баса көріңіз, қазір 1 сағатта барлығын істеп беремін деп фу кетіп фартугымды киіп алдым да бір ыдысымды алып, ойбай, қайнағамды ренжітуге болмайды, ашуы жаман дедім де, 1 стакан су, 1 стакан сүт, қантымды, жұмыртқамды барлығын қостым да жақсылап араластырдым да, тез пончик істеп тастайын дедім. Дрожь қостым, 1,5 қасықтай дрожьды қосып, барлығы жылы болу керек. Тез араластырдым да осындай венчикпен ұнымды қосып, жұмсақ қамыр иілеп, оның үстінен пампушканы да жағып жатырмын ғой, барынша салып жатырмын. Енді қайнағам тісі жоқ, жұмсақ болсын, тағы жемей ұрсып жүрер, ренжіп дедім де, оны көтерілгенше қойып қойдым да, екіншіге панкейк істейін дедім. Осы қантымды, сүтімді, бір жұмыртқамды, разрыхителімді, ұнымды жақсылап қостым да, күштілеп тұрып жұмсақ панкейкті жасап қойдым. Қараңыздар, енді үшінші затыма кірістім. Корж, балалық шақты еске алатын корждарды жұмсақ қылып сүттен жасайын дедім. Мінекей, сөзімнен де авария болып жатырмын ғой, ойбай, қайнағам ұрсып еді, сасқалақтап не айтып не қойғанымды білмей жатырмын. Жұмсақ осындай коржға қамырлардың барлығын дайындадым да, пакет таппай қалсам бола ма осы жерде сасқалақтап жүріп, одан жұмыртқаның пакеті бар екен, жұмыртқамды босаттым да, осы пакетті қағып жібердім де, ішіне жаңағы корждың нанын салдым да, ана жаққа морозилкаға салып қойдым, қап тұра берсін деп. Төртінші енді торт істеп тастайын дедім. Бір пысықтығым ұстаса пысық болып кетемін ғой. 3 жұмыртқамды қосып, сүтімді барлығын қостым. Мына жерде бала-шағама да әңгіме айтып қоямын. Арасында қайнағама да ренжімеңіз аға, қазір істеп беремін деп, қайнағам мен де араластырып көрейін деді. Араласып көріңіз дедім енді көңіл үшін. Тез араластырып, одан какао қосып, шоколадный пирог істеп тастайын дедім. Блин секілді тез піседі. Негізі шашыраптып, мына жақтың барлығына шашырап кетті. Ойбай, қой, салақ демесін дедім де, сүртіп алдым да, осында шоколадный жаңағыда торт істейін дедім де, қызып тұрған тапама бардым да, мінекей дәл блин секілді торт істейін дедім. Қараңыздар, осындай тесіктер шыққаннан кейін екінші бетін ауыстырасыздар да, өте дәмді әрі оңай да. Қараңыздар, осындай болу керек. Дайын болды. Енді крем дайындайын дедім де, осындай вареный сгущенка, үйдегі, бәр затты қосасыздар ғой, сгущенканы қостым, майды қостым, жақсылап тұрып күшті. Мінекей осындай несін кремін істеп алдым да. Енді корждың барлығын жинайын дедім. Кремін жақтым, коржды жақтым, сөйтім де тез жұмсарып тұра берсін деп, бір 5-10 минутқа ма қойып қойдымша, әйтпесе 1 сағатқа қойсаңыз вообще күшті болушы еді торт деген. Қайнағам да қарап отырған, не істеп жатырына келен дегендей. Осылай алып қойдым. Енді екінші осы үшінші жаңа коржымыз айтпақшы күшті морозилкада осылай қатып тұрады да, жайғанға да ыңғайлы. Тез осылай қатты жұқа қылып жібермей жайдым да, корждарын барлығын тапаға салып, күштілеп тұрып 180 градуста пісіріп алдым. Бетіне сап-сары қылып жұмыртқамның сарысын жақтым. Мінекей барлығын қадағалап қарап отыр. Оған шейін уже бағанағы жасап қойған пончиктарым дайын екен. Мінекей осылай алдым да, уже көтерілген кәдімгідей демалдырып 5 минутқа қойдым да, ортасын саусағыммен күшті корждардың барлығы пісіп, иісінің бәрі мұрынды жарып бара жатыр ғой, жегіміз келіп, оның үстіне сахарный пудрамды сәндеп сеуіп қойдым өзімше. Одан кейін саусағымды тықтым да, ортасын осылай дөңгелек қыласыздар ғой, қызып тұрған, сосын майға пісіріп аласыздар. Өте дәмді. Негізі пончик бар ғой, бетіне сосын шоколад бар екен, кішкентай осы холодильникті ақтарып тауып алдым. Бетіне сеудім де, уф дедім ғой, осы заттардың барлығына 1,5 сағатым кетті ғой. Қайнағамның көңілінен шығайын, ойбай, ұрыспасын деп бір ашуланса енді қырып жібереді ғой, бәр жерді. Қайнаға маңыз, ризасыз ба деп едім. Ризамын, ақбатам бер жөнін берді да, сонымен класс деді ғой, күшті деді ғой. Елім айналып ауырса да осының барлығын қайнағам екеуміз ешкімге бермей жеп жатсақ, тағы бір қайнағам келіп тұр. Ойбай деп шайымды тағы да демдедім де, барлығымыз тамақ шайымызды ұрып ішіп жеп алдық. Қайнағам да риза, мен де риза дегенде ғой, барлығымыз